Достар, бәріне сәлем. Бүгін сіздермен биохимия сабақтарын бастаймыз. Яғни дезоксирибонуклеин қышқылы немесе ДНК. ДНК бізде барлық тұқымқуалаушылық ақпаратты сақтайтын молекула болып табылады және эукариотты ағзаларда ядроның ішінде орналасады. Бұл сабақта жалпы дезоксирибонуклеин қышқылының құрамын, қандай структуралардан тұрады, қандай негіздерден тұрады және бір-бірімен қалай байланысатын жайлы айтатын боламыз. Дезоксирибонуклеин қышқылы бізде мұнда белгіленген осы белгіленіп тұрған нуклеотидтерден тұрады. Әр нуклеотид бізде фосфаттық топтан тұрады. Ең бірінші, яғни мұнда орналасқан фосфаттық топ. Екіншіден бізде дезоксирибозадан тұрады. Міне мұнда орналасқан құрылым. Және үшінші бізде азоттық негіздерден тұрады. Азоттық негіздерді біз екі түрге бөлеміз. Ол бізде бір сақиналы және екі сақиналы. Бір сақиналыға олар бізде пиримидиндер деп атаймыз. Пиримидиндерге бізде жатады тимин мен цитозин. Тимин және цитозин жатады. Және бізде екі сақиналы құрылымдар бар. Екі сақиналы құрылымға, яғни екі сақинасы бар, екі сақиналы құрылымдарға бізде пуриндер жатады. Пуриндерге екі түрлі азоттық негіз кіреді, яғни аденин, екіншісі гуанин. Бізде тиминге комплементарлы аденин жүреді, ал цитозинге гуанин комплементарлы болып жүреді. Жалпы біз рибозаға тоқталсақ, рибоза бізде қант. Яғни 5 оттегісі бар, қанттан тұрады. Бірақ ДНК-ның құрамында бізде рибоза емес, дезоксирибоза болады. Яғни бір оттегісі жойылған. Ол бізде мұнда орналасқан S2-дегі, яғни екінші оттегіге жалғанған OH тобындағы оттектің жойылуына байланысты бізде оттектің орнына тек қана сутегі қалады және жойылған оттегінің арқасында бізде дезоксирибоза түзіледі. Дезоксирибоза мен фосфаттық топ екеуі бізде ДНК-ның екі жағындағы негізгі құрылым болып табылады. Олар өзгермейді, бір-бірімен осылай өзгеріссіз байланысады. Яғни, қарайтын болсаңыздар, өзгеріссіз екеуі бір-бірімен байланысып кете береді. Ал ортасындағы азоттық негіздер орындарының алмасуы арқылы бізде әртүрлі информациялар сақталады. Яғни, мына ортасындағы бір сақиналы құрылымға тимин деп алсақ біреуін, екіншісін цитозин деп алайық. Оған қарама-қарсы, яғни тиминге комплементарлы аденин жалғанады, ал цитозинге жаңа айтып кеткен гуанин жалғанады. Енді бұл азоттық негіздер бір-бірімен қалай жалғанады? Жалпы азоттық негіздер бір-бірімен сутектік байланыстар арқылы жалғанатын болады. Мұнда орналасқан H, яғни адениннің сутегі бізде жартылай оң зарядталған болады. Ал тиминнің мұнда орналасқан оттегісі жартылай теріс зарядталған болады. Осы екеуі бір-бірін тартып сутектік байланыс түзеді. Екінші, адениндегі мұнда орналасып тұрған азот бізде сутегін өзіне тартады және арасында сутектік осылай байланыс орнайды. Келесі, гуанин мен цитозиннің арасында дәл солай. Мұнда орналасқан жартылай теріс зарядталған оттегі, мұнда орналасқан жартылай оң зарядталған сутегі екеуі бір-бірін тартып сутектік байланыс орнатады және мұндағы цитозиннің азоты мен гуаниннің сутегі бір-бірімен тартады, яғни мұнда орналасқан азот өзіне сутегін тарту арқылы бізде сутектік байланыстар орналады. Дәл осылай бізде әртүрлі комбинацияда ары қарай кете береді. Нәтижесінде бізде осы айтқан дезоксирибонуклеин қышқылы түзіледі.